Үй тапсырмасы. Кітап KZ сайтынан, сайттың атауы мына жерде берілген, осыны басып бірден өтсек болады. Менің атым Қожа шығармасынан 2 бет ақпарат көшіріп алып, мәтіндік редакторға кірістір. Тапсырма. Көшіріп алған мәтінде кездескен кейіпкердің есіміне нұсқама беріп, беттің соңына сол кейіпкердің бейнесін сипаттайтын түсіндірме жаз. Екінші беттің соңында соңғы нұсқаманы кірістіру командасы арқылы әр кейіпкердің шығармадағы рөліне бір сөйлемнен тұратын сипаттама енгіз дейді. Кітап KZ сайтына өту үшін мына жерде менде ссылка берілген, осы сілтеме арқылы өте салам. Әзірге бұл менде PDF формат, сондықтан ссылкаға өту мүмкіншілігі бар. Сіздер осы тұрған жазуды толығымен көшіріп алып, кітап KZ сайтына ашу үшін жазасыздар. Яғни адрестік жолда браузерде толығымен осы сөздер жазылу керек. Яғни мысалы мына жерден көшіріп әкеліп қойсаңыздар болады. Яғни ерекшелейсіздер. Тышқанның оң жағын басу арқылы копировать командасын таңдайсыздар. Содан кейін браузердің ашып, браузерді сол жерде адресная строка дейді, яғни адрестік жолына осы ақпаратты енгізесіздер. Адрестік жол дегеніміз мына жол. Менде бірден ашылып тұр, сондықтан осы жерде менің атым Қожа деген тауып аламын. Және сол бойынша 2 бет ақпаратты мен Word құжатына көшіремін. Жақсы. Поискқа жазайық. Менің атым Қожа. Егер осы ақпарат болса, ол маған нәтижелер көрсету керек. Сол нәтижелерден біз сұрағыңыз бойынша ештеңе табылмады дейді. Мұндай болса, өзіміз іздеп көрейік қазір. Мен қазірге басқа сайттан алдым ақпаратты. Жалпы бізде ақпарат кітап KZ сайтынан табылмады. Сондықтан мен қазір бір білім алу сайтынан ала салдым. Копировать дедім, яғни ерекшеледім. Оң жағын бастым тышқанның және копироватты таңдадым. Енді маған Word бағдарламасын жүктеу керек. Содан кейін сол жерде осы көшіріп алған ақпаратты кірістіру керек қажет. Олай болса, кірістіру үшін кез келген бос орынға қоямыз. Тышқанның оң жақ батырмасын басып, осы жерде мына вставить командасын таңдаймыз. Енді қараңыздар, біздің тапсырмамыз бойынша менің атым Қожа шығармасын көшіріп ал дейді, мәтін кірістір дейді. Көшіріп алған мәтінде кездескен кейіпкердің есіміне нұсқама бер дейді. Міне бізде ақпарат, яғни Қожаның аты кездескен жерге кірістірме беру керек. Алдымен мен бұны қарпін түзеп алайын. Бұл жерде Times New Roman таңдап және 12-ші шрифт қояйын. Енді қараңыздар. Тапсырмамыз бойынша, көшіріп алынған мәтінде кездескен кейіпкерлердің есіміне, яғни әр кейіпкер кездескен сайын соның бейнесін сипаттайтын түсіндірме жаз дейді. Олай болса, міне мен ақпаратты үлкейтейін қазір. Кездескен әр кейіпкерге қоямыз. Олай болса, менің атым дейді. Мәселен Мұрат Болат Ербол Бақыт деген аттарды қараңыздар, шайтуға менің үшін Майқанова Тәтейше деген жерге келейік. Осыған біз нұсқама қойымыз керек. Ол үшін мына жердегі главныйға өтіп қазір мен ашып алайын алдымен сіздерге көріну үшін және сәл жоғары көтеремін. Енді Майқанова апайға бардық, ссылки деген бөлімге өтеміз. Осы жерде вставить сноску басам. Сәйкесінше 1 деген цифр шығады. Мына жерде төменде орын пайда болды. Осы жерде біз жазуымыз керек. Майқанова деген кім еді? Ол сынып жетекшісі, сынып жетекшісі. Яғни бұл жерде сынып жетекшісі деп жазсақ болады. Және мұғалімі, сынып жетекшісі мұғалім. Бұл жерде өздеріңіз толығырақ жазсаңыздар болады. Қайтадан жоғарыға қарай өтейік, тағы да басқа ақпаратты бар. Майқанова апайға бардық. Осыны бассақ, төменде бізде шығады. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп дейді, әрі қарай ешқандай
ат жоқ. Так, міне. Бірақ амалың ешкі сенің қызыл шақақ болып жерге өтіп жатқанда таңжыда деген атқа секілді. Так. Сүйіктім жұпарым осы дұрыс емес бе жатыр. Менің атым Қожа дейді. Осыған да қояйық, мысалға вставить дейміз. Және төменде басты кейіпкер. Мысалға, осы біздің басты кейіпкеріміз. Кейіпкер. Жақсы, әрі қарай тағы да қандай азық кездестірген екен. Қожа берген. Қожа емес, қожа берген екен дейді. Жақсы. Қожамын дейді, қожа бармыз. Сүттібайдың дейді, баласының аты Қожа. Оқушылар екінші шатастырған үшін өтті. Қара қожа, сары қожа деп ат берген дейді. Фамилиям Қадыров. Бір кезде Қадыров деп те жазып жүрдім дейді. Қадыровқа қайтып келдім екен ерте күн дейді. Яғни мына жерде кейбір Сүттібай деген жерлерге және Өскенбай деген жерлерге өздеріңіз қойсаңыздар болады. Жалпы мағынасын түсініңіздер деп ойлаймын. Міне мен екі кейіпкерді кездестірдім, екі атты, бірақ Майханова деген ол фамилиясы, сонда да осылай қойдым. Яғни нұсқама жасадым. Міне көшіріп алған мәтінде кездескен кейіпкерлердің есіне нұсқама беріп, беттің соңында сол кейіпкерлердің бейнесін сипаттайтын түсіндірме жаз дейді. Яғни бірінші тапсырма орындадық. Екінші тапсырмаға өтетін болсақ, екінші беттің соңында соңғы нұсқаманы кірістіру, яғни мына жерде бар бізде вставить концевую сноску деген бар. Осыны қою арқылы әр кейіпкердің шығармадағы рөліне бір сөйлемнен тұратын сипаттама енгізеді. Яғни екінші бетке өттік. Бұл жерде мысалға командасы арқылы әр кейіпкердің дейді. Мысалға әкем дейді, қожа дейді. Так, меніңше Милат мамам. Милат мамам деген жерге қойсақ болады. Бұл жерде мен курсорды орналастырдым. Ставить концевую сноску деймін. Қараймыз, мына жерде міне ай деп берілді. Жақсы, олай болса, әр кейіпкердің шығармадағы рөліне бір сөйлемнен тұратын сипаттама енгізеді. Қожаның анасы колхоз қызметкері деп жазайық. Сіздер бұл жерге өздеріңіз жазсаңыздар болады. Тағы да қай жерде біз ат көріп тұрмыз. Шашымды Әубәкір шал. Дейді, осыған да қойсақ болады. Бұл жерде де вставить концевую сноску деп басамыз. Және қожаның көршісі қарт адам дейік. Бұл жерде балалар өздеріңіз толығымен сөйлемді жазсаңыздар болады. Міне осылай үй тапсырмасы бізде орындалады. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.